Сәлеметсіздер ме? Жанға жылу арнасының тыңдармандары. Әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Таңғы күннің алғашқы сәулелері перде арасынан сығалап, бөлмені жұмсақ алтын түске бояп тұр. Терезенің сыртында құстардың дауысы әлсіз ғана естіледі. Әлия көзіне түскен жарықтан оянып, төбеге біраз үнсіз қарап жатты. Әдетте осы сәтте ас бөлмеден қасық пен кесенің сыңғыры, пеш үстінде қайнап жатқан самауырының уылы естілетін. «Анашым!» деп сыбырлады ол. Бірақ үйдің іші тып-тыныш. Сол тыныштықтың ішінде бір түрлі салқындық бардай сезілді. Орнынан тұрып, аяғын еденге тигізді. Суық. Әдетте анасы әр таңмен ерте тұрып, пеш жағып, бөлмені жылытып қоятын. Ас бөлмеге өткенде бос орындықтар ғана қарсы алды. Үстелдің үстінде кешкісін қойған кішкентай гүлді кесе тұр. Оның ішінде әлі де кешегі шайдың түсі бар. «Анашым, қайдасыз?» деді даусын сәл көтеріп. Жауап болмады. Ол анасының бөлмесіне кірді. Терезеден түскен жарық төсектің жиегін айқындап тұр. Анасы жатыр екен. Әлия қуанып жанына барды да оның қолынан ұстады. Бір сәтке жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол анасының қолы сұп-суық еді. «Анашым!» деп қайта сыбырлады. Сол сәтте жүрегінде мұздай толқын өтіп, кеудесіне бір ауырлық түсті. Терең демала алмай, көздері жасқа толды. Не болғанын толық түсінбесе де, бұл таң бұрынғыдай таң емес екенін білді. Далада біреулер есікті қағып, көрші апайдың даусы естілді. «Әлия, қызым, қайдасың? Бері келші». Ол артқа бір рет қарады. Анасының жүзі жарықта бейне бір ұйықтап жатқандай көрінді. Бірақ бұл тыныштық артқа оралмайтын тыныштық еді. Күздің сұр бұлты ауыл аспанын қаптап тұрды. Жел баяу ғана соғып, ауылдағы сары жапырақтар жерге жайып жатты. Үйдің алдында адамдар жинала бастады. Бірі қара орамал тағып, бірі қолына дұға кітабын ұстап алған. Ас бөлменің бұрышында отырған Әлия ештеңені түсінбей, бәріне бос көзбен қарай берді. Көрші апай оның қасына келіп, иығына жылы шапан жауып, «Сабыр ет, қызым», деді. Даусы нәзік болса да, сол сөздің ауырлығын Әлия сезді. Кенет үй ішінен бейтаныс ерлер анасының жатқан бөлмесіне кіріп, жайлап жамылғыны түзеді. Бірі ақырын ғана: «Қарағым, сыртқа шыға тұршы», деді. Әлия орнынан тұрмады. Ол тек анасының жүзіне қарады. Сол бет-бейне бір ұйықтап жатқандай, бірақ жанарында жарық жоқ. Бұл шындықты қабылдау мүмкін емес еді. Далада адамдар күбірлеп сөйлесіп, бір-біріне бата сұрап жатыр. Бір бұрышта әйелдер дауыстап Құран оқиды. Әлияға олардың дауысы алыстан келгендей, бір тұманның ішінде естілгендей болып тұр. Аулада топырақтың иісі сезіле бастады. Қолына күрек ұстаған ағалар үйдің жанынан алыстау бір жерде қаза бастады. Құрғақ жердің сықырлаған дыбысы құлаққа тым ауыр тиді. Көрші ауылдан келген бір үлкен кісі Әлияға қарады да ауыр күрсініп: «Бүгін анаңмен қоштасамыз, қызым», деді. Осы сөз Әлияның жүрегін тіліп өткендей болды. Қоштасу деген сөздің мәнін ол сол сәтте түсінгісі келмеді. Мүмкін бұл жай ғана түс шығар. Мүмкін қазір анасы оянып, бәрі әдеттегідей болар деген үміт бір сәтке жарқ етті де қайта сөніп кетті. Түстен кейін үйдің ішінен шығарып, ақ матаға оралған анасының денесін көргенде Әлияның аяғы дірілдеп, демі қысылды. Қолын созып «Анашым» деп айғайлағысы келді, бірақ даусы шықпады. Сол сәтте аспандағы сұр бұлттан бір тамшы жаңбыр жерге тиді. Артынша жаңбыр күшейіп, бүкіл аула суға толды. Бейне бір аспан бірге жылап тұрғандай. Қаралы күндер артта қалғандай көрінгенімен, үйдің іші бұрынғы жылылығын жоғалтқан еді. Күн батқанда ас бөлме тым-тырыс. Бұрын бұл уақытта пеш үстіндегі самаурын баяу уылдап, анасы шайдың иісімен араласқан даусы үйді толтырып тұратын еді. Енді сол үн жоқ.
Әлия кешкі асқа әкесімен бірге отырды. Үстелдің ортасында кішкентай табақта қара нан, қасында бір ғана кесе шай. Әкесі көп сөйлемейді, тек ара-тұра «Ас іш, қызым» дейді. Ал ол болса қасқымен бос табақты түртіп қана қояды. Ішіне ас батпайды. Түн болғанда бөлмесіне барып, есікті жауып алып, жарықты қоспайды. Қараңғылықта төсегінің астынан бір түйіншек шығарады. Бұл анасының иісі сіңген ескі гүлді орамал. Ол орамалды бетіне басып, терең дем алады. Сол сәтте анасының жылы құшағын, шашының иісін, күлкісін қайта сезгендей болады. Кей түндері сол орамалды қысып жатып сыбырлайды. «Қайдасың, анашым? Маған бір рет қана жауап берші». Жауап болмайды. Тек сыртта жел есіп, терезенің әйнегіне жаңбыр тамшылары соғылады. Мектептен қайтқан күндердің бірінде ол анасының бос тұрған орындықтарына ұзақ қарап қалды. Ас бөлмеде ыдыс-аяқ сол қалпы. Пеш үстінде қаңырап қалған шәйнек. Бейне бір бүкіл үй анасының жоқтығын сезіп, үнсіз аза тұтып тұрғандай. Түн ортасында терезеден ай сәулесі түсіп, бөлмені күміс түске бояғанда, Әлия анасының бейнесін көз алдында әкеледі. Ақ орамал тартқан, жүзі жылы, көздері мейірімге толы. Бірақ ол бейне бір сәтте жоқ болды. Сағыныш тыныштықпен бірге жүрегіне орнығып, әр күнін жалғыздықпен бояп тұрды. Көктем келсе де, Әлияның жүрегіндегі қыс бітпеді. Мектепке бару бұрын оңай еді. Анасы таңертең жылы шай беріп, шашын өріп, қолына кішкентай сөмкесін ұстатып шығарып салатын. Енді ол бәрін өзі істейді. Шашын асығыс өріп, нанды тістей салып, үнсіз шығады. Мектеп ауласында ол еңкейіп отырған балалардың арасынан аналарының қолын ұстап келген сыныптастарынан көреді. Бірінің қолында ыстық бәліш, бірінің қолында сүт. Бұл көрініс оның жүрегін шымырлатады. Менің анам болса, дәл қазір менің қолымнан ұстап, күлімсіреп тұрар еді, деген ой ішін тіліп өтеді. Сабақ кезінде мұғалімдер аналар туралы әңгіме бастағанда, ол көзін төмен түсіріп, дәптеріне сурет сала берді. Көрші партада отырған Әсел сыбырлап: «Әлия, сен неге үндемейсің?» деп сұрайды. Әлия жай ғана иығын қиқаң еткізіп жауап бермейді. Сабақтан соң сыныптастары үйіне қуанып асығып барады. Бірінің анасы алыстан көріп, жүгіріп барғанын көз шалып қалғанда, Әлия жүрегінің бір жері босап кеткендей сезеді. Өз үйіне бару да қиын. Есік ашылғанда қарсы алатын адам жоқ. Ас бөлмеден шыққан бос иіс қана қарсы алады. Үйге кірген соң үстелдің басына жайғасады. Анасы отыратын орындық бос тұр. Әкесі жұмыстан кеш келеді. Келсе де көп сөйлемейді. «Үй тапсырмасын жасадың ба?» дейді қысқа ғана. «Иә», деп жауап береді ол, даусының ішіндегі мұңды жасыра алмай. Кейде ол әкесіне бірдеңе айтқысы келеді. Мектептегі қызықтар, мұғалімнің мақтағаны, тіпті жаңа үйренген өлеңі. Бірақ сөздері тамақтан ары аспайды. Әкесі де бұрынғыдай емес. Көзінде шаршау, жүрегінде ауырлық бар. Кешкі ас кезінде екеуі үнсіз отырып тамақтанады. Қасықтың ыдысқа тиген дыбысы ғана бөлмені толтырады. Әлия сол дыбыстың ішінен анасының даусын іздейді, бірақ таппайды. Ол ұйықтар алдында тағы да анасының орамалын құшақтайды. Бұл оның жалғыз жұбанышы болып қалды. Қиын күндері әр таңмен басталып, әр түнмен аяқталып жатты. Ол күндердің бірінде анасының жылы құшағы қайтып келмеді. Көктемнің бір күнінде, күн батуға таяғанда, Әлия төсегін жинап жүрді. Төсегінің астында бір ескі қорапқа көзі түсті. Қораптың ішінде түрлі ұсақ-түйек, анасының түймелері, үгітіліп кеткен хош иісті сабын және ішінде кішкентай гүл суреті бар қоңыр мұқабалы дәптер. Дәптерді қолына алған сәтте жүрегі ерекше соға бастады. Мұқабасын сипап отырып, ақырын ашты. Алғашқы бетінде анасының таныс жазуы тұр еді. Бүгін Әлия 3 жаста. Күлкісі күндей, көздері жұлдыздай. Қызым аман болсын.
Ол бетін сипап, қайта парақтай бастады. Кей беттерінде азық-түлік тізімі, ұн, сүт, қант деп жазылған. Бірақ әрбір тізімнің соңында бір-екі жол өзіне арнаған жылы сөздер бар еді. Қызым, енді сен мықты бол, көңіліңе кірбің түсірме, әр қадамыңда Алла сені қорғасын. Кейбір парақтардың астында оның анасы болашағы жайлы ойларын жазған екен. Мен сенің бақытты болғаныңды қалаймын. Өмір ауыр болса да, жүрегіңді таза сақта. Әлия әр жолды оқыған сайын анасының даусын естігендей болды. Сол сәтте бөлме ішінде анасының иісі сіңгендей бір жылы леп еніп, жүрегіндегі мұз сәл ерігендей сезілді. Дәптердің ортасын ашқан кезде бір бетке көзі түсті. Егер мен қасыңда болмасам да, сен жалғыз емессің. Мен сенің әрқашанда жүрегіңнен табыламын. Осы жолдарды оқығанда оның көзінен жас ыршып кетті. Дәптерді кеудесіне қысып сыбырлады. Анашым, сіз менімен екенсіз ғой. Сол кештен бастап бұл күнделік Әлияның ең қымбат қазынасына айналды. Ол қиналған сәттерде, жалғыздық қысқанда күнделікті ашып, анасының сөздерінен жұбаныш табатын болды. Уақыт өтіп жатты. Әлия бой жетіп, өсіп келеді. Күндердің бірінде, көктемнің жылы таңында, Әлия анасының күнделігін қайта парақтап отырды. Сол кезде осы бір жазу ерекше болып көзіне түсті. Базардағы Сәуле апайдың өрілген бауырсағын жақсы көреміз. Келесі жолы Әлиямен бірге барамын. Бұл жолдары оны ойға қалдырды. Сәуле апай деген кім? Мүмкін анамды жақсы таныған шығар. Осылайша ол анасының өмірінен қалған ізімен жүре бастады. Алғашқы аялдама ауылдағы ескі базар. Қатар-қатар дүңгіршектердің бірінде ақ жаулықты, жылы жүзді әйел бауырсақ сатып отыр екен. Әлия сәл именіп, сіз Сәуле апайсыз ба? деп сұрады. Әйел таңырқап қарап, әй қызым, сен кімнің баласысың? Гүлнардың. Дегенде Сәуле апайдың көзі бірден жылтырап кетті. Ау, Гүлнардың қызысың ба? Құдай-ау, анаңа қатты ұқсайды екенсің. Ол бір сәт үнсіз қалды да, бауырсақтан бір уыс алып, Әлияның қолына ұстатты. Анаң әр келген сайын менің қасыма отырып, саған әңгіме айтушы еді. Сен сол кезде кішкентайсың ғой, деп еске алды. Сәуле апайдың даусы жұмсақ, әрі сөзде сағыныш бар еді. Келесі күні ол көрші ауылдағы шағын дәріханаға барды. Дәріханашы Жанар тәте оны көріп, мынау кім болды екен? деп жымиып, артынан көзін кең ашты. Өй, сен Гүлнардың қызысың ба? Анаң бізге жиі келетін, әрқашан жылы сөйлеп, қасындағыларды тыңдайтын. Жанар тәте де анасы туралы ұзақ айтып берді. Қалай біреуге дәрі іздеген туралы, оған көмектескенін, қалай бір баланың өмірін сақтап қалғанын. Әр әңгіме анасының бейнесін жүрегінде айқындай түсті. Күндер өткен сайын Әлия анасының таныстарымен, дос-жарандарымен, көршілерімен кездесіп жүрді. Бірі оның қолынан ұстап, бірі маңдайынан сипап, бәрі бір ауыздан анаң үлкен жүректі жан еді дейтін. Әлия сол сөздерді естіген сайын анасының мейірімі тек өзіне ғана емес, бүкіл айналасына тарағанын түсінді. Оның өмірі адамдардың естеліктерінде мәңгі сақталыпты. Сол сәтте ол бір шындықты сезінді. Адам шын мәнінде кеткенде ғана емес, ұмытылғанда өледі екен. Ал анасы ұмытылған жоқ. Күздің бір суық кешеді. Күн батқаннан кейін аспанда бұлт жиналып, терезеден әлсіз ғана желдің ызғары сезілді. Үйдің іші тып-тыныш. Әлия бөлмесінде кітап оқып отыр еді. Ас бөлмеде кесе мен қасықтың сылдыры естілді. Ол есікті ашып қалса, әкесі жалғыз шай ішіп отыр екен. Шам жарығы оның жүзіне түскенде, көз астындағы көлеңке терең әжімдерді анық көрсетті. Әлия оның бір кездегі еңсесі тік, үнемі күліп жүретін адам болғанын еске алды. Анасы кеткеннен кейіннен бері әкесі қатты өзгерді. Ұйықтамадың ба қызым?
деді әкесі даусын бәсең шығарып. Жоқ, ұйықтай алмай отырмын, деді ол орындыққа жайғасып. Екеуі біраз үнсіз шай ішті. Қасықтың кесеге тию дыбысы ғана естіліп тұрды. Бір кезде әкесі күрсініп, білесің бе, анаң өте мықты адам еді, деп бастады сөзін. Әлия оның мұндайды айтқанында таң қалды. Әдетте ол анасы туралы көп сөйлемейтін. Білесің бе, ол сені дүниеге әкелгенде қатты қиналды. Дәрігерлер, әкесі тоқтап көзін төмен түсірді. Дәрігерлер екеуінің де аман қалуына күмәнмен қарады. Бірақ анаң саған бір рет болса да дем алғызу үшін бәріне дайын болды. Әлияның көзіне жас келді. Әке, сіз анамды сағынасыз ба? Деп сыбырлады. Әкесі сәл үнсіз отырды. Оның қолдары сәл дірілдеп тұрды. Күн сайын, қызым, кейде мен оның дауысын еститін сияқтымын. Ас бөлмеден күліп шыққандай, бірақ бұрылсам, ешкім жоқ. Ол қолындағы кесені ыңғайсыз ұстап, қайта орнына қойды. Мен сен үшін мықты болып көрінуге тырысамын. Өйткені анаң кетерде маған бір өтініш жасап кеткен еді. Әлияны ешқашан жалғыз тастама деп. Осы сөздерді естігенде Әлия орнынан тұрып, әкесінің жанына барып, мойнынан құшақтады. Бұл екеуінің арасындағы алғаш рет үнсіз, бірақ терең түсіністік әкелетін сәт болды. Ол әкесінің қасында отырып ойлайды. Анамның мейірімі бізді әлде бірге ұстап тұр. Көктемнің алғашқы күндері. Қардың соңғы жұқалаң қабаты еріп, көшелерден сыз иісі сезіле бастады. Әлия университеттің 3-ші курсында оқып жүрген кез. Анасының жоқтығына үйреніп кеткендей болғанымен, жүрегінде әрдайым бір бос орын бар еді. Ол күнделікті сабақ, жұмыс, үй шаруасымен айналысып жүрсе де, кейбір түндері терезеден сыртқа қарап, бір кезде анасының естіген сөздерін есіне алады. Анасы үнемі айтатын: «Қызым, өмір саған оңайлықпен беріле қоймайды. Бірақ сен құласаң да қайта тұруды үйрен. Өйткені ең үлкен жеңіс қайта бастауға деген батылдық». Сол сөздер оны қанша рет құлатпай ұстағанын Әлияның өзі де білмейді. Бір күні сабақтан қайтып келе жатып, ол автобустан түскен сәтте телефонына қоңырау келді. Бұл әкесінің даусы еді. «Қызым, мен ауырып қалдым. Үйге тезірек келе аласың ба?» Жүрегі зу етіп, ол бірден такси тоқтатты. Үйге кіргенде әкесі төсекте отыр екен. Беті бозарып кеткен. Бірақ күліп қарсы алды. «Қорықпа, бәрі жақсы. Бүгін тек шаршаған шығармын». Сол сәтте Әлия өзін бұрынғыдан да мықты сезінді. Өйткені ол қазір анасы сияқты күтім жасап, қамқор бола алатын еді. Ас бөлмеге барып, әкесіне жылы шай әзірледі, дәрілерін берді. Түн ортасында ол әкесінің жанына отырып, қолынан ұстады. «Мен енді әлсіз қыз емеспін. Мен анамның жалғасы, оның аманатын арқалаған жанмын», деді. Сол түні ол алғаш рет жүрегінде тыныштық сезді. Өйткені ішіндегі күш оянған еді. Енді ол тек әкесінің ғана емес, өзінің де тірегі бола алатынын білді. Уақыт өте берді. Күздің қоңыр салқын кеші еді. Қала көшелерінде алтын түсті жапырақтар желмен бірге баяу билеп жерге жайылып жатты. Әлия жұмыстан үйіне асығып келе жатып, ескі саябақтың қақпасына көзі түсті. Бұл бала кезінде анасымен жиі келетін орын. Кенет жүрегі біртүрлі шым ете қалды. Бүгін үйге барар алдында осы жерге соғып кетейін, деді ішінен. Саябақ іші тыныш еді. Құстардың әлсіз ғана дауысы естілді. Алыста балалар ойнап жүр. Әлия баяғы өз орындықтарына отырып, ұзақ уақыт үнсіз отырды. Қолын тізесіне қойып, терең тыныстап, көзіне жас алды. «Анашым», деді сыбырлап, «мен сені сағындым. Бірақ мен қазір мықтымын. Сен айтқандай құласам да қайта тұруды үйрендім». Сол сәтте жел баяу соғып, ағаш жапырақтары сыбдырлай бастады. Әлияға бұл табиғат анасының үніндей естілді. «Қызым, мен сенімен әрқашан біргемін», дегендей. Ол орнынан тұрып, сөмкесінен кішкентай дәптерін шығарды.
Бұл анасы кеткеннен кейін бастап барлық сезімін жазып жүрген күнделігі еді. Соңғы бетінде ол бірақ сөйлем жазды. Ана, мен сіздің аманатыңызды алып жүремін. Мейірімді, адал, қайсар боламын. Бұл сізге берген уәдем. Күн батып бара жатты. Әлия саябақтан шығып бара жатып, артқа бір қарады. Көңілінде ауырлық жоқ еді. Өйткені ол анасының жоқтығын мойындап қана қоймай, оның жүрегіндегі жарық пен жылылықты өзімен бірге алып жүргенін сезді. Сол күннен бастап Әлия өмірін жаңа парақтан бастады. Анамның аманаты менің бағытым. Өмірдің сынағы көп, бірақ сенім мен мейірім адамды биікке жетелейді. Әлия үшін енді әр күн күрес емес, мүмкіндік. Себебі жүрегінде үміт бар, санасында аманат бар. Егер осы әңгімені соңына дейін тыңдасаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркеліңіздер. Өмірден алынған әңгімелер күнделікті осы арнада жарияланып тұрады.